Сәлем досым. Бүгінгі ойында сен өзіңе таңдау жасайтын боласың. Саған сұрақ қойылады. Сол кезде сен ыстық кнопканы немесе суық кнопканы таңдау керексің. Сенің таңдауың өзіңнің жауабыңмен сәйкес келеді ме екен? Барлығы 18 сұрақ, 7 секунд уақыт беріледі. Ал ендеше біз бастайық. Айтпақшы, ойынды бастамас бұрын менің парақшама тіркелуді ұмытпа. 1000 подписчикке жеткізе аламыз ба екен? Ал ендеше біз бастаймыз. Бірінші сұрақ. Өзіңе үй таңда. Шөл далада немесе солтүстік полюсте. Өзіңе ойын сауық таңда. Бассейн немесе сноуборд. Өзіңе жұмыс таңда. Ыстық немесе суық. Аспазшы немесе мұз мүсіншісі. Өзіңе жейтін зат таңда. Ащы чипсы немесе балмұздақ. Өзіңе супер қабілет таңда. Қолмен суды қайнату немесе қолмен суды мұзға айналдыру. Өзіңе бөлме таңда. От жағылып тұрған бөлме немесе өте суық бөлме. Өзіңе демалыс орнын таңда. Мальдив аралдары немесе тауға шығу. Өзіңе көлік таңда. Өрт сөндіру көлігі немесе мұз тазалайтын комбайн. Өзіңе саябақ таңда. Аквапарк немесе мұзды саябақ. Өзіңе тапсырма таңда. Осы видеоға лайк басу немесе осы видеоның астына пікір жазу. Өзіңе бас киім таңда. Кепка немесе қыс мезгіліне арналған бас киім. Өзіңе сұйық тамақ таңда. Ыстық борщ немесе салқын окрошка. Өзіңе спорт түрін таңда. Футбол немесе хоккей. Өзіңе сусын таңда. Ыстық шай немесе салқын су. Өзіңе аяқ киім таңда. Туфли немесе уги. Өзіңе жеміс-жидек таңда. Кептірілген жемістер немесе қатырылған жемістер. Өзіңе киім таңда. Шорты немесе қалың күртеше. Бізде ең соңғы сұрақ. Өзің таңдау жаса. Ыстық немесе суық, қайсын таңдайсың? Жаңбырлы күн немесе қар жауып тұрған күн. Осымен сұрағымыз аяқталды. Таңдаған жауаптарың өзіңнің қалауың бойынша сәйкес келді ме? Комментарияға жаза кет, мен міндетті түрде оқимын. Ойын ұнаса, менің парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.